Жолдастар, бәріңе сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен әлі Кореядамын және бүгінгі шығарылымда біз Корея тағамдарының дәмін көреміз. Сол жеген тағамдарға мен баға беремін. Шығарылымды бастамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Одан бөлек менің Instagram және TikTok парақшаларым бар. Соларға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Корей тағамдары негізінен күріш, көкөніс, теңіз өнімдері, ет пен ашытылған өнімдерден тұрады. Қарапайым дәмнен бұрын ащы, қышқыл, тұзды, тәтті және умами дәмдердің қатар келетіні Корея асханасын ерекше етеді. Сол дәмді Пусан қаласынан бастап сезінейік. Пусандағы ең танымал орындарының бірі Чагальчи балық базары. Бұл жерге келген сәттен ақ Пусанның теңізбен байланысатыны байқалып тұрады. Тұзды теңіз бен жаңа ауланған балықтың өзіне тән иісі сезіледі. Айналадағы адамдардың үні, адам шақырып жатқан саудагерлердің дауысы бір-бірімен араласып, осы базарға ерекше бір тіршілік береді. Ал жан-жағыңызға қарасаңыз, теңізден енді ғана шыққан балықтар, үлкен сегіз аяқтар, шаян, ұлу, кальмар мен басқа да теңіз өнімдерін көресіз. Кейбірі әлі де судың ішінде қозғалып жүр. Мұнда келушілер өзіне ұнаған тірі теңіз өнімін таңдап алып, сол жерде ақ пісіріп жей алады. Енді мына жерде керемет иіс тұрды. Балықтың иісі. Десең, кәдімгі тәбетің ашылады. Өмірінде көрмеген балықтарға өмірінде көрмеген. Мынандай сегіз аяқтар бар екен. Бәрі бар. Мына жерде қызыл балық, скат. Мына жерге кептіріп қойыпты скаттарды. Айтып тұрмын ғой, бәрі бар. Қандай балық жеген келеді, соның бәрі бар. Толтырып қойыпты балықтардың бәрін. Енді сегіз аяқ көп екен. Міне маған айтқандай, тірі сегіз аяқ жүзіп жүр. Міне. Бірақ Чагальчидің ең қызығы балықтың көптігі ғана емес. Базарда сауда жасап жүрген әйелдерді көресіз. Оларды жергілікті халық Чагальчи Аджума деп атайды. Бұл әйелдер Пусанның балық саудасына қатысты дәстүрінің бір бөлігіне айналған. Олардың дауысы, сауда жасау мәнері, адамдармен қарым-қатынасы осы базардың өзіне тән ерекшелігін тудырады. Бір қарағанда бұл жай ғана балық сататын базар сияқты. Бірақ мұқият қарасаңыз, мұнда Пусанның тұтас бір өмір салты жатыр. Осылай аралап жүрген кезде тәбетім қатты ашылып, бір кісі күліп тұрды да, Ерасыл, кеші, менің тамағымның дәмін көрші дегендей болды. Сөйтіп, қазір келіп, сол кісінің тамағының дәмін көрейін деп жатырмын. Бірақ ең қызығы, қазір мен білесіздер ме нені жейтінімді. Мен қазір бір жыбырлақ құрттар сияқты, бірақ балықтың атын білмейді екенмін мен. Сосын атын қарап шығам ғой. Осыны қазір маған дайындап беріп жатыр. Осы жылан тәріздес, құрт тәріздес балық па? Түсініксіз. Осылай дайындап жатыр маған қазір. 꼼장어, 양념 한 판에 3만 원. Енді апамыз беріліп тамақ дайындап жатыр. Иісі деген енді аңқып тұр. Енді дәмді болады деген үміттемін. Міне, мысалы қараңызшы, мыналардың жыбырлап жүрмін. Не екен, не бұл? Мексина. Теңіз түбінде тіршілік ететін жыланға ұқсас жақсыз теңіз жәндігі. Қауіп төнген кезде өзін қорғау үшін көп шырыш бөле алады. Түрі көп адамға қорқынышты көрінгенімен, Оңтүстік Кореяда, әсіресе Пусан қаласында оның еті ерекше деликатес саналады. Пусанда бұл тағамды комджано деп атайды. Әдетте оны отқа қақтап пісіреді де, түрлі тұздық пен көкөніс қосып ұсынады. Сырттай қарағанда тәбет ашатындай көрінбеуі мүмкін. Бірақ корейлер арасында бұл тағамды сүйіп жейтіндер тым көп. Апамыз қазір бізге комджама тамағын дайындап берді. Енді өзім осылай аралап жүргенде стрит-фудтарды жегенді қатты ұнатамын. Ал қазір дәмін көрейік. Комджана дейді ма? Негізі осылай жейсін деп отыр. Шөп берді, шөпті алып, мына жаққа етін салып, осылай жеу керек деген сияқты болды. Енді иісі өте күшті. Окей. This one. Окей. Тамасамнида. Осылай
жапыраққа, шөптеп бұны жапыраққа орап, тамақты енді қазір көр дейді. Балық ба, жылан ба, құрт ба түсініксіз енді. Құрт балық деп айтайын, құрт балық. Соның өзінің дәмі қандай екен? Құрылғандағысы. Құрт балығымыз кішкене резинке сияқты. Шайнаған кезде резинке шайнап жатқандаймын. Бұл тағамға Ерасыл қандай баға бересің десеңіз, 10-нан 6 берем. Өйткені түсініксіз балық. Кішкене резинке сияқты. Жесеңші. Және ашшы. Дәмі неге ұқсайды десең, резинке ұқсайды. Шайнап жатқан резинке сияқты. Кеп тұрып, сұрап жүр. Қалай болды дәмі? Жақсы істеп қоясың. Ас болсын. Тамақ ішіп болғаннан кейін ChatGPT-ға жазып қарасам, бұл мұхит түбінде өмір сүретін қоқыс жинаушы екен. Сөйтіп өмірінде мұхит түбінде өмір сүретін қоқыс жинаушының дәмін көрдім. Енді Сеул қаласына оралайық. Корейлердің дәстүрлі көше тағамдарының дәмін тату үшін Манвон базарына келдім. Бұл базар Сеулдегі ең танымал дәстүрлі жабық базарлардың бірі. 40 жылдан астам тарихы бар бұл орын туристер көп баратын ірі базарларға қарағанда өзінің шынайы атмосферасын сақтап қалған. Мұнда жергілікті халық жиі келеді, ал бағасы туристер баратын базардан әлде қайда тиімдірек. Базардың кіреберісінде теңіз өнімдері, ал арғы жақта майға қуырылып жатқан тағамдардың иісі мұрын жарады. Негізі Кореяда қарның аш қалмайды. Қайда қарасаң тамақ, дала тағамдары, көше тағамдары. Қазір біз базардамыз, базардың ішінде енді не жеген келеді, соның бәрі бар. Өте қызық. Қазір соны көреміз. Негізі бұл жерде түрлері, тамақтардың түрлері енді өте қызық. Бүкіл жерде жазулар корей тілінде. Сондықтан кішкене не сөз жатқанды енді түсінбеймін, бірақ дәмін көре берем. Дәмді болуға тиіс. Өйткені түрлеріне қарасан өте дәмді. Көреміз қазір. Балық деді әйтеуір, дәмді дейді. Бағасы 700 вон. Оденг Кореядағы ең танымал көше тағамдарының бірі. Оны тартылған ақ балықтан пісіреді екен. Не екенін білмеймін, бірақ дәмді. Ішіне сосын кішкене сорпасын құйып берді. Сорпасын ішу керек дейді. 8-ден 10 деген баға беремін. Осы заттардың бәрін маған салып берсін дедім. Бұл жерде картоптан жасалған екен, мына жерде креветкасы бар, бірақ мына жерде шошқан етімен жасалған пирожки дейді. Мен оны керегі жоқ, рахмет дедім. Мына жерде кальмар бар дейді. Бәрін құрылған, соның дәмін көрейік дейді. Көріңіз дейді. Сонымен қазір көрем дәмін. Маған бағанағы заттардың бәрін маған салып берді. Бағасы 4400 вон шықты. Қазір енді соның дәмін көрейік. Қолымда менің креветка. Қуырылған креветка. Құтырлап жатыр аузымда. Айта алмадым. Өте дәмді. Міне. Мынау кальмар. Көрейік. Анды қуырған кезде дәмі KFC-ның сыртындай. Кальмарда дәмді. Бұл жерде бәрі дәмді болып жатыр. Енді менің қолымда картоптан жасалған дейді. Potato дейді. Көрейік. Бұларда қызық құрады екен. Тегістеп. Креветкасы дәмдірек болды. Жай картоп, жай қуыра салған. Енді қуырған кезде өзінің бір әдісімен қуырған екен. Нағыз вегетарианцтердің жейтін картопы. Бұлар жұмыртқанды қуырады екен. Жұмыртқан дегенде бірінші суға асып, қабығынан алып, аршып қабығын, сосын осындай қылып жұмыртқа жасайды екен, қуырады екен. Түрлері бәрі бірдей. Бәрінің түрлері бірдей. Көрейік. Біздің жұмыртқа ішінде Корейлердің жұмыртқасы басқа болады десем, ондай емес екен. Не?
Ең қазір ең соңғысы бір қуырылған сушы сияқты сапты. Бір нәрсе деп айтты, енді түсінбедім не деп айтқанын. Жай ғана дәмін көр деді. Сол енді жай ғана дәмін қазір көрем, міне. Түрі сушы, қуырылған сушы ұқсайтын ішінде чапчхе, фунчоза сияқты ғой. Соны қуырып, осылай жасап қойыпты. Арасында сәбіз бар сияқты. Дәмді. Болады жеуге. Дәмін татуға тұрарлық. Осы базарда аралап жүрсеңіз, бірден көзге түсетін екі нәрсе бар. Біріншіден, адам өте көп. Жергілікті тұрғындар азық-түлік алып, дайын тағамдардан дәм татып, базардың өзін күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналдырған. Екіншіден, бұл жер Корей телеарналарының тұрақты түсірілім алаңына айналып кеткен сияқты. Тағам сататын кейбір дүңгіршектердің қабырғаларына телебағдарламаларға шыққан кездегі суреттерін іліп қойыпты. Шынымен де Манвон базарындағы көптеген тамақтану орны Корей телешоуларында көрсетілген екен. Ал енді Қазақстанда бағасы қымбат, көбіне деликатес саналатын шаянның дәмін осы жерден көрейін. Мына жерде шаяндардың бағасы жазылған, 40 мыңдікі бар, 45 мыңдікі бар, ал мына жерде 132 мыңдікі бар бөлінеді екен. Мен қазір осылай жасап береміз еді. Қазір осының дәмін татып көреміз. Сосын мына жерден аласыңдар дейді, сосын екінші қабатқа көтеріліп, жоғары жақта, ар жақта, жоғары жақта ішесіздер дейді. Шаян енді дәмді болуға тиіс, өйткені бұл Корея. Дайындап берді, осылай алып тамағымды. Осы жаққа екінші қабатына көтерілу керек бәдін. Қазір сол барамын, заттарды алып. Екінші қабатқа барамыз. Есі керемет шықтыр. Осындай екінші қабатқа келіп, адам басына бір кола, немесе су, кофе алу керексіңдер. Сол кезде осы жаққа отырып, тамақтарында жей аласыңдар дейді. Енді көрейік, ішінде не бар екен? Ішінде таяқшалары бар. Мынандай капуста салып беріпті. Және бұл жерде біздің шаянымыз. Көрейік дәмін. Өте күшті секілді. Осындай шаян. Қазір дәмін көреміз. Осы жерде маған Кореяда ең ұнағаны, мысалы KFC-ге кіресің бе, қай жаққа кірсең де осындай қолғапшалар береді. Қолың кірілмесін деп, былғанбасын деп. Маған күріш салып бересің деп сұрадым. Сөйтсем, шаянның басынан бүкіл етін алып, ішіне күріш толтырып тастапты. Енді есі деген аңқып тұр. Шаянның дәмін көрейік. Не жесем де бүкіл жер дәмді болып тұрған. Кореяға шопингтен басқа осы тағамдарын жеу үшін келу керек сияқты. Одан басқа не істейсің? Өте дәмді. Ішіндегі шырыны да айта алмадым. Ал ас болсын. Осылай норин аламыз. Күрішті бүйтіп саламыз. Шаянның етін алып, кішкене бүйтіп. Сосын аламыз да осылай. Жейміз. Қандай баға беретінім қызық болса, 10-нан 10. Шынымен де өте дәмді екен. Корей тағамдары енді тамақтың жұмағы осы Кореяда.
Осылай ел аралап жер көріп, әр халықтың өзіне тән тағамын жеп көргіңіз келсе, Aviasales KZ қосымшасын жүктеп алыңыз. Ішінен арзан әуе билеттерін іздеп, жаңа елге жол тартыңыз. Одан бөлек Aviasales KZ Telegram каналына тіркеліңіздер деп кеңес беремін. Ішінде саяхатқа қатысты жаңалық, лайфхактар және арзан әуе билеттерін таба аласыздар. Сілтемесін шығарылымның астына қойып кетемін. Негізі Кореяға келіп тұрып, рамен жемеу бұл үлкен ұят нәрсе. Сондықтан мен қазір бір әжемнің үйінде деген сияқты бір жерге келдім. Осы жерден раменнің дәмін көремін, және раменнен бөлек бұл жерде ең күшті тауықтарды жасайды екен дейді. Сосын осы жаққа келдім. Оның қазір сіздерге көрсетейін. Міне. Мына жерде әжемнің үйі дегенім, өйткені мына жерде әжемнің үйі бар екен. Бұл жерде ең жақсы рамен дейді. Мен қазір осы раменді тапсырыс беремін осы раменға. Одан бөлек мына жерде осы тауықтар бар. Тауықтарын да мен көреміз. Қазір келдік. Міне тауық Honey Sauce Garlic Chicken Bites дейді. Осыны көреміз. Бағасы 11.000 вон. Және ашы бір рамен. Раменді сағынып қалдым. Енді рамен жемеген енді ұят болады. Өйтпеттінге рамен 9.000 вон. Осы раменнің дәмін көреміз. Осы ең ыңғайлы жасаған екен. Менюлардың бәрі осындай электронды iPad-тың ішінде. Тапсырыс бересің, сол тапсырыс саған дереу әкеп береді. Раменіміз келді. Мына раменнің түрін қарасаңыздар. Ыстық. Бізде енді осылай жасамайды. Бізде басқа жасайды. Бізде енді жай жасайтын сияқты. Мынау енді нағыз рамен. Екі жұмыртқа, сыр, ашы сияқты қып-қызыл түрі. Тауықтары келді фримен. Дәмді болуға тиіс. Осы екеуі. Бұл рамен мен токпоккинің қосындысы. Рамен емес, енді дәмі қандай екен, соны көрейік. Кішкене жасамау үшін осы мынаған тарелкеме саламын, ыдысыма саламын. Көрейік дәмін. Мына енді лапшасы. Күшті екен. Токпокки. Дәмді. Бірақ ащы. Тілім ашып жатыр. Керемет, өте керемет, дәмді. Енді тауықтың дәмін көрейік. Соусы күшті, кішкене ішінде сарымсақ бар. Соусы өте дәмді екен. Ерасыл қандай баға бересін десеңіздер. Екеуіне де 10-10 берем. Өйткені өте дәмді. Қайтып келем ба? Қайтып келем. Анасайо. Камсамнида. Тәтті. Мишленнің ұсынысы бойынша бұл жерде бір рамен жасайтын жер бар екен. Өте дәмді дейді. Енді соны қазір дәмін көруге келдім. Үлкен кезек тұр. Енді кезек қанша тұрады екен? Көрейік. Қазір сағат 1-ден 17 кетті. Қанша минут мен бұл жерде кезекте тұрамын. Соны көрейік. Одан бөлек раменнің дәмін көрейік. Шынымен бе? Дәмді ме? Дәмді емес пе? Қазір ішіне кіріп көреміз. Негізі тамаққа мен бұған дейін кезекте тұрмаппын. Енді Мишлен ұсынған соң тұрмын. Дәмді болуға тиіс. Ішіне кірдік, бірақ та отырған жоқпын. 30 минутта өтті. Қарын қатты ашты. Кішкентай ғана жер екен, бірақ адам көп. Бұл жерде тек екі раменнің түрін жасайды екен. Бұл жерде тори пайтан рамен. Бұл астыңғысы ащы, мына жоғарғысы ащы емес. Сосын келгеннен кейін мұнда адамдар әлі отыр екен. Сондықтан мына жерден ертерек алып қоясың, сосын оны дайындай бастайды.
мысалға мен бағана айтқандай міне Мишленнің кітабы тұр. Мына жерде бағана осы біздің Орено Раменның ұсынысы, осы жаққа келіңдер деген ұсынысы бар екен. Енді жайғастық. Тамақ ішкенде осындай кірлемесін деп беріп қойды. Дәмді. Not spicy. This, yeah, this not spicy. This one. Thank you. Маған раменым келді. Мен ащы емесін алдым. Ал, бісміллә деп дәмін көрейік. Сорпасы. Дәмді екен. Ас болсын. Дәмді. Тауық өте нәзік. Сеулға келсеңіздер, Букчон ауданында осы раменға келіп кетіңіздер. Менің ұсынысым сіздерге. Мишлен маған ұсынса, мен сіздерге ұсынам. Тамақтанып шықсам, адам жоқ. Жолдастар, мен қазір Мьондандамын. Бұл жерде көше тағамдарының дәмін көреміз. Бұл жерде өте көп көше тағамдары. Енді осы жерге келіп ең бірінші көзге түскені ол Дала Grilled Chicken Squares. Бұл осы жердің көше шашлығы. Соның қазір көреміз. Бұл жерде енді ағамыз беріліп жасап жатыр. Отты шығарып тұрып жасап жатыр. Өте дәмді болатын секілді. Өзіңе керекті соустарын таңдап шашлығымызға құйса болады екен. Together. Соус. Окей. Шашлығымыз. Мына жерде әртүрлі соустар бар екен. Осыны алып, қазір көреміз. Негізі отыратын жер жоқ. Бұл жерде тамақталғаннан кейін енді қазір осылай далада жолда отырып, қазір бұл жердің даланың шашлығының дәмін көреміз. Шашлығым ай. Бісміллә. Өте дәмді. Етті сағынған едім. Өте дәмді. Көшеде енді отыра салып жеген енді бір түрлі, бірақ та басқа не істейміз. Енді шашлықтар шынымен де өте дәмді. Соуспен космос. Қандай баға бересің десем, 10-нан 10. Нақты 10-нан 10. Тағы не бар десеңіздер, тура осындай нанның үстінде жұмыртқа. Бағасы бұл жерде 2000 вон. Нандай заттарға жұмыртқаны қойып, астынан нан, соны осы жақта осылай пісіреді екен, жасайды екен. Ал енді нанның үстіндегі жұмыртқаның дәмін көрейік. Енді ол дизайнын өте қызық жасаған екен. Ал, бісміллә. 2000 вон. Наны қант қосылған. Тәтті. Андай үйде әжелеріміз жасаушы еді, әжем жасаушы еді осылай. Нанды қант қосып. Аузыма көп салып қойдым ғой деймін. Қандай баға берем? 10-нан 5.
Қазір біз сыр қосылған лобстердің дәмін көреміз. Соны дайындап жатыр. Бұл жерде лобстерларды алып дайындап жатыр. Мысалға міне осыларды алып дайындайды. Бағасы 20 мың вон. Қымбаттау екен. Көше тамағына, тағамына. Мына жерде желінген лобстерлардың қалдықтары. Қазір мына жерде лобстердің үстіндегі сырды балқытып жатыр. Осындай қылдырып берді. Бағасы 20 мың вон. Үсті сыр балқытылған, астында лобстердің еті. Қазір көреміз. Лобстердің дәмін көрейік. 20 мың вон тұратын. Ал, бисмилля. Балқытылған сыр. Соус қосқаны, тәтті соус қосқан, сол кішкене дәмін құртып жатыр. Андай соус қо, кішкене қышқылдау, және тәтті бірақ қышқылдау соус қосқан, сол еттің дәмін құртып жатыр. Сырдың дәмі сезілмей кетті сол соустан кейін. Екінші рет алмаспын. Қандай баға қоясың Ерасыл десең, енді 20 мың вон болғаннан кейін, дәмі ұнамағаннан кейін 3-тен 10 қоям, 10-нан 3 қоям. Иә. Осыдан кейін барып су ішу керек ба, бір смузи алам ба, шөлеп кеттім. Айттым ғой, соустары басқа соус болған кезде кішкене дәмдірек болатын еді. Мынау соустар болмады. Кетіп бара жатып, қарбыздан жасалған смузи шырынды ішемін. Бағасы 6 мың вон. Осылай далада жасайды. Бұл жерде қарбыз бар, манго бар, ананастан да жасауға болады. Ананас клубникадан да жасап бере аламыз дейді. Бірақ клубникадан шыға ма шырын, шықпаймын білмеймін. Сосын бұл жерде жүзім де бар екен, бірақ жүзімдерін қараңыздар, қандай үлкен жүзімдер екен. Манго және қарбыз. Мен қарбызды таңдадым, өйткені қатты шөліп кеттім. Қазір дайындап жатыр. Осылай дайындайды. Thank you. Very fresh and delicious дейді. Сені сергітеді және дәмді дейді ғой әйтеуір. Ағылшынша. Сол бағанағы лобстерден кейін қатты шөліп кеттім. Соусы болмады енді маған, ұнаған жоқ соусы. Соус үшін бәрін құртты, соус бәрін құртты. Ал енді қарбыз. Рахатай, қарбыздың шырына 10-нан 10 ғой, 10-нан 10. Осындай майда маған тауығын дайындап беріп жатыр. Ерасыл тауығының дәмін көр дейді. Мына жақта very good chicken дейді. Соны көрейік, дәмі қандай екен. Мына жақта sweet sour chicken дейді. Тамысам не да. Мына соусты міндетті түрде қос деп отыр ғой. Сол қазір кішкене соусын қостым. Енді қазір көреміз. Кореяда балықтан, шаяндардан шаршасаңыздар, тауық бұл енді дұрыс идея. Енді дәмі жақсы. Бана бірінші тауықтан қарағанда, бірінші тауық дәмдірек болған, бірақ бұл жерде еттері өте дәмді, нәзік және жұмсақ тауықтың еттері ше. Бұл жерде тауықты қуырған май, енді басқа май, біздің күнбағыстың майы емес, басқа май. Етті басқаша қуырады десем қателеспейтін шығармын. Ерасыл, осы тауыққа қандай баға бересің десеңізде? Бағасы 10-нан 8. Кәдімгі тойып қалдым. Келесі шығарымдарда үлкейіп бұлшиып тұрсам, ренжімеңіздер. Мен Кореяның көше тағамдарын жеп жүрмін. Негіз осы Мьондонға келсеңіздер, кәдімгідей көше тағамдарынан бастарыңыз айналады.
қайда қарасаң көше тамағы, адам деген көп. Енді қызық экспириенс жасағанға өте тұрарлық. Тойып қалдым кәдімгідей. Негізі Кореяда, Сеулда болсын, Пусанда болсын, Чеджуда болсын, қандай тағам жегін келеді, қандай тамақ жегін келеді, соның бәрін табуға болады. Түр-түрі бар, сенесіздер ме? Түр-түрі бар. Балық жеген келе ме? Балық бар. Ет жеген келе ме? Ет бар. Енді шошқа жеген келе ме? Шошқа да бар. Чеджуда ең танымалы қара шошқаның еті. Одан кейін әйтеуір бәрін табасын, және тамаққа тоясын. Дала тағамдары дей ме? Дала тағамдары бар. Сондықтан Сеулға келіп жатсаңыз, Кореяға келіп жатсаңыз, міндетті түрде бұл жердің өзінің тағамдары мен тамақтарының дәмін татып көрген жөн. Осымен Кореяға барған саяхатымыз туралы шығарылым да өз мәресіне жетті. Корея туралы бұған дейінгі шығарылымдарымды әлі көрмесеңіз, міндетті түрде көріп шығыңыз. Аман сау болыңыздар, менің сүйікті көрерменім.